Әлі келмеген бе? Оған не болған? Кешігіп жатыр. Міне келді. Келді ғой ақыры. Барлығыңа хабарлаймын. Ханша келді. Қайталаймын, ханша келді. Ричард ағай, кеттік. Плодиді күтпейміз бе? Не? Плоди әлі келмеген бе? Қайшыны сола келу керек қой. Әй! Алаң болма басеке, Плоди кешікпес. Уайымдама. Алло, сен қайдасың? Плоди! Қайталаймын, жауап бер, Плоди, бұл бұйрық. Келе жатырмын, басеке. Жуынып тап-таза болып келе жатырмын. Қайшыны ұмытқан жоқсың ба? Ой. Не? Ұмытып кеттің бе? Жоқ, мен қазір. Плоди, не болды? Тез дед. Осылай боларын сезгеннен ешкімге сенім жоқ. Мені ұятқа қалдырма, Плоди. Құрметті ханша, көші-қон саясаты мен борандар кезінде құтқару жұмыстары, шыбын-шіркейді жою жұмыстарын аяқтадық. Норвегияның әсем табиғатына қызығатын туристерді қабылдауға дайынбыз. Жоқ. Бол тез. Тездет. Қазір емес. Құрметті халайық, қонақтар, констебл. Мен еліммен, мына сіздердің жұмыстарыңызбен мақтанамын. Жоқ, кешіріңіз, бұл кешегі сөзім ғой. Бұлай тұр. Плоди, қайдасың? Қазір келе жатырмын. Қайда келе жатырсың? Жолымды жүк машинасы бөгеп келеді. Үстінен өт, Плоди. Бұл қауіпті емес пе? Жарық мен сиренаны қос онда. Мына аурухана... Жоқ, бұл ертеңгі сөзім ғой. Алға! Мінекен, солтүстік Норвегияның табиғатын сүйетіндер үшін салынған бұл саябақ бәріміздің игілігімізге жарасын. Кешіріңіздер, бірдеңені қию керек едім ғой осы кезде. Әрине мәртебелі ханша. Бәлкім, жартып көрерміз. Әлде тістек көрсекше? Мен тістеуім керек пе? Мұда лентаны. Келдім! Келетін уақытың болды ғой, Плоди. Ал енді, Эйгл саябағын салтанатты түрде ашық деп жариялаймын. Мәртебелі ханша, саябақтағы жануарларды көрсетуге рұқсат етіңіз. Мынаны қараңдар. Керемет. Мәртебелім,
Мына жерде нағыз арктикалық жабайы түлкі бар екен. Міне қызық. Бұл жабайы түлкінің нағы өзі. Ал мына құс тірі ме? Керемет, солай ғой. Жоқ, жаман екен. Мәртебелім, бұйрық берсеңіз түлкіні қамаймын. Қазір саябақтағы әйгілі ақ серкені көрсетем. Қандай тамаша. Мына жақта не бар екен? Ал мынау, тау қыраны. Біздің саябақтың символы осы. Өте әдемі екен. Сіз де әдемісіз. Олай деуге рұқсат етіңіз. Жоғарыдағы ұяда мәртебелім. Теңіз қыраны бар. Саябағымыздың мақтанышы осы. Балапан басып отыр. Оған ерекше қарағандарыңыз үшін. Мен де анамын ғой. Оны түсем. Әрине. Анау қыранды жоғалтсаңыз, саябақ жабылып қалады. Не? Қыран болмаса, саябақтың да керегі жоқ. Ричард ағай, Иә, констабль мырза. анау қыранға ие бол. Қыран жоғалса саябақ жабылады. Бұл бұйрық. Түсіндім. Плодди, қыранды қара. Ол қайда кетті? Саябақ болмаса қыранда болмайды. Саябақ болмайды дегенім ғой, жоқ, олай емес. Не деді? Абайла! Ай! Қыран болмаса, саябақта болмайды. Ол құсты мен алуым керек. Қыран болмаса, ақша да болмайды. Аңдардың бәрі кәдеге жарау үшін керек. Апа, осы жолы демалысымыз жақсы өтеді деп сөз бергенем. Айналамызда қымбат аң мен құс тұрғанда қайдағы демалыс. Оларды ұстап, қамап, тезірек сатып жіберу керек. Бірақ Бай адамдар үйлерінде норвегиялық құстарды ұстағысы келеді. Алмаған олардың ақшасы керек. Жоқ, Норвегияның жалауын көрсетпе. Біз енді неміспіз бейттен. неміспіз бе? Неге? Сонда бізді ешкім тауып ала алмайды. Мына қалада немістің көліктер толып жүр. Бірақ мен немісше білмеймін. Ауфхунтер деп бірден айта бер. Бұдан былай немісше сөйле. Ich meine Deutsch sprechen. Түсіндің бе? Жарайды, апа. Жаул де бейттен. Жаул. Отто! Бері келе қой. Ішке кірейік. Төбесі тесік екен. Міне. Ай! Ол үшін қарағай керек. 2-де 4. Шыршадан әкел. Қарағай жарамайтын сияқ. Мына таяқты көрші шебер. Ой. Тоқта. Та-дам! Ай! Тоқта! Тоқта! Бұна ойын жақсы екен. Қызық болды. Отто! Отто? Отто? Жоқ, тастама. Жоқ, балақай. Тоқта. Қане, көтер, қоқысты арнайы жәшікке таста. Плодди не деген қатал ең? Қатал болғанымен әділмін. Саябақтың тазалығына біз жауаптымыз ғой. Ұсталдың. Қане, лақтыр! Ричард ағай, бірдеңе сұрайыншы. Сен әке болу туралы ойлап көрдің бе? Мен бе? Балаларым болса дейсің бе? Иә, балаларды жақсы көресің ғой. Плодди, балаларым болу үшін алдымен үйленуім керек қой. Неге? Солай ғой. Неге? Ол енді... Оның себебі көп, Плодди.
Эй, асықпа! Саябақтағы жануарларды басып кетпе, тиін шыға келсе алдыңнан. Ал үйлендік делік, содан соң? Рөліңді дұрыстап қой. Үйленген соң балалы болуға болады. Үйлену біреуге әке болу жоқ. Плодди, полициядағы жұмысын толып жатыр. Жұрттың тыныш ұйықтауы менің міндетім. Қылмысты зерттеу, ұрыларды ұстау. Сен барсың дегендей. Иә, мен бармын. Сен екеуміз, Плодди, нағыз доспыз. Мұнда ойнау үшін келдің бе? Ойын. Білмеймін, о не дегеніңіз. Ойын. Битті. Ойын дейді. Табиғатқа қызығатын шығарсыз. Қызық. Ондай болса, қош келдіңіз. Тек қоқыс тастамаңыз. Байқадың ба, Плодди? Бұл сұлу бикештер біздің табиғатымызға қызығады екен. Бірақ саябақтың ережелерін біліп алу ешкімге де артық етпес. Менің қызым полиция қызметкерлерін ұнатады. Битін. Ой, абайлаңыз. Братфорст. Шұжық дей ме? Кетчуп бар ма? Мінеки. Ричард аға, Ухун, битін. Екеуміз сізден бірдеңе сұрасақ бола ма? Менен бе? Иә, әрине, сұрай беріңіз. Полиция қызметкері ретінде сізге қызмет көрсетуге дайынмын. Әй, Ричард ағай. Сіз мақтысыз ғой, битін нәзік. Ричард ағай. Бізге көмек керек. Жеміс көкөн салып берсеңіз. Балық, орам жапырақ. Мен кеттім. Жалғыз жүрем. Доти, сәлем. Мұнда не істеп жүрсің? Тоқта. Қоңыр жігітті іздеп жүрмін. Ол кім? Маған ұқсайды. Отто ма? Отто ма? Жігітің бе? Иә. Оның аты Отто ма? Ол адасып қалды ма? Иә, жоқ болып кетті. Иә, соны айтып тұрмын. Саған көмек керек пе? Не үшін? Оттоны бір кездейік. Кетіп қалған өзіне жақсы болды. Әйтпесе құлағын жұлып алар едім. Жалқау ерінше. Жарайды, бір кездеп көрейік. Мен бұлай барам, сен бұлай жүр. Жарайды, жақсы. Жарайды, сен бұлай бар, мен бұлай барам. Жақсы. Онда бірге кеттік. Тамаша. Келдің бе, достым? Абайлаңыз, ал, көрейік. 10 килограмм жаңғақ. Иә, рахмет, 100 әзірге жұмыртқа. жетер. 14 орам жапырақ. Бізге ағуыз керек. Иә, Норвегияның табиғаты тәбетімізді ашты. Тышқанның еті табылмады Осының ма? бәрі керек пе? Тауықтың еті Тышқанның дегенім еті ме? ғой. Иә. Тауықтың еті ме? Иә, келдім. Бетен. Сәлеметсіз бе? Ауыр емес бе? Ой, Ал енді қоқысты шығарып келіңіз. анаңыз пысық әйел екен. Иә, өзінікін істетеді. Тәтті бірдеңе жейсің бе? Апа? Же. Сұмырай жануар, же деймін. Дайынсыңдар ма? Арқан, ау, бас киім, балық. Енді балық аулайық. Кеттік. Қыран! Ұстадым! Көмектес! Бейтін! Соғысасың ба менмен? Онда мен де соғысам. Кеттік!
Апа, бұл қауіпті емес пе? Маған қара, мен одан да қауіптімін. Ха-ха, жұмыртқасы бар екен. Ұста мынаны. Мінекей. Мында жоқ, мында да жоқ, мында да жоқ. Көрінші маған. Маған келші. Мен ашуланып тұрған жоқпын. Қайда? Не болды, Дотти? Мен келе жатырмын. Арқан? Қыран қайда? Мына жер неге тыныш? Қыранның даусы естілмейді. Сайтан алғыр. Мынау? Сәлем. Бұл ханшаныкі ғой? Оны мен тауып алдым. Жоқ. Иә. Ол ханшаға тиесілі. Енді менікі болды. Дотти. Жарайды, ала бер. Бірақ алғаның үшін менің бұйрығымды орында. Ұяда, бәрі дұрыс па, соны қарап көрші. Жұмыртқа орындама, Дотти. Бар ма? Аха! Бар ма екен? Жоқ! Қорылған жұмыртқа. Не дейсің? Тоқта. Жоқ. Қызық болды. Кел. Дотти! Менде жұмыртқа бар. Эй, Плойди, бер қара. Мен жұмыртқа тауып алдым. Дотти? Жұмыртқа тауып алдым. На. Жұмыртқа тауып алдым. Та-та-та-та-та-та. Жұмыртқа тауып алдым. Тоқта! Жоқ. От. Қане? Ол менікі. Тоқта! Мен тауып алдым, яғни менікі. Бұл қыранның жұмыртқасы. Қыранның жұмыртқасын қуырып жеймін, ондайды жеп көрмеппін. Көрмессің. Плоди, қыранның жұмыртқасын жеп қоймасақ болмайды. Қыран жұмыртқаны басып отырмаса, балапан болмайды.
жей ғой, бейшара. Осы ұстағанымыз жетпей ме? Құстардың бәрін ұстаймын. Аңдардың бәрін өлтірем. Түлкілерді атып алам. Кеміршегінің бәрін қуырып жеймін. Бұл жердегінің бәрін алып кетем. Ұқтың ба? Ричард аға не дер екен? Констебелші. Құритын болдым. Сондықтан бірден қуырып жеп қояйық. Мұқият болуын керек еді. Ханша, қыранның балапаны шықпай қалса ханшаға қиын болады. Дотти, оңайлықпен берілмеспіз. Анау жұмыртқаны жылы жерде сақтайық. Я! Ай! Блодди, оның не керек бар? Шұжықтың иісі шыға ма? Құйрығыңа қара. Мен өртеніп барам. Жалын, өрт! Ай, өрт! Кешір. Ауырып қалды, бірақ ештеңе етпейді. Анау сіріңкені қайдан таптың? Мынау... Сіріңке ме? Иә, қайдан алдың? Қалтамнан? Иә, бірақ сенің қалтаң жоқ. Ұяның ішінен алдым, иә. Ұяның ішінен бе? Демек, ұяда адамдар болды деген сөз. Адамдар болды. Қылмыскерлер. Иә, қылмыскерлер. Қылмыскерлер? Біздің қыранды ұрлап кеткен сұғанақ ұрылар. Оларды қалайда табуымыз керек. Қыран болмаса саябақта болмайды. Жұмыртқаны қайтеміз. Оған мен ие болам. Солай ма? Жұмыртқаны жұмсақ, жылы жерде сақтауымыз керек. Мысалы, әрине мотор. Өзі жылытып тұрады. Мотор жарады. Ал тез кет. Жоқ, оның не? Мен енді аяғы ауыр ана сияқтымын. Ал қане. Кеттік. Шешетін мәселе көп. Алға! Адамның ізі. Суретке түсір. Қазір. Жоқ, сәйкес келмейді. Мынаны қара. Не? Қайда? Қане? Көліктің ізі. Суретке түсір. Түсірдім. Бірдеңенің иісі шығып жатыр. Етпе? Жоқ. Екеуі бірдей. Ақылды екенсің, Дотти. Ол түтеткен сіріңке мен сен тапқан сіріңкенің қорабы бірдей. 100% сәйкестік. Керемет. Мына жерде от жағылыпты. Қара. Иә. От болмаса түтін қайдан шығады? Қызық. Өте қызық. Арктикалық түлкі мен үйректің суреті сызылған. Мына орынның картасы ғой. Бірақ сенікі жөн сияқты, Дотти. Бұл қылмыскерлерде ұрлағысы келген жануарлардың тізімі салынған карта болуы мүмкін. Қыран деген жерді сызып қойыпты. Жоқ, мынау кәдімгі карта ғой. Айттым ғой. Бұл мен ойлағаннан да қиын мәселе екен. Міне, үстінде сатылатын жануарлар деп жазылыпты. Көрдің бе? Ұрылар саябақтағы жануарларды ұстап, сатқысы келетін сияқты. Бұл сұмдық. Онда тұрған не бар? Не бар деймісің? Олар сенің денеңе мақта тығып, сол өлген күйіңде үйлеріңде сақтамақшы. Өмір бойы. Жоқ, мәңгілікке сақтайды. Мұны сұмдық қой. Тура сол көліктің ізі. Тұра тұр. Мынаны қара. Тоқта. Бұйырам саған. Мен сені ұстайым. Жұмыртқаны ал! Жарылматты. Жақсы болды. Маған көмек керек. Дотти! Мында жоғалтып алдың ба? Жоқ. Мында ма? Жоқ. Мында ма? Жоқ. Мында? Жоқ. Мында? Жоқ. Мында? Жоқ. Жоқ. Мында? Менен сұрама.
Мен жұмыртқаның қайда екенін білмеймін. Оны жоғалттым деді Иә, ғой. жоғалтып алдым, бірақ қайда екенін білмеймін, түсіндің бе? Иә. Жұмыртқа мына жерге түсті. Міне. Көріп тұрман. Алдым. Абайла. Алдым. Абайла. Алдым. Енді ақырындап. Ұстадым. Ұстамадым. Дотти. Кетіп қалды. Жоқ. Ұстадым. Бұның үшін таяқ жейсің. Жоқ. Жарылып қалды. Сынып бара жатыр. Сынып барады. Балапан шығатын сияқты. Мынаны қара. Қараш, қандай сүйкімді. Сүйкімді ме? Дымқыл, жұмсақ, желінбейтін жүні бар доп. Қараш, Дотти. Жап-жаман. Мұндай ақымақты анасы ғана жақсы көре алады. Не? Апа, Не дедің? апа, Бәрекелді. Ол сені анасы деп ойлап қалыпты. апа. Ол сені анасы деп ойлап қалды. Кішкентай Скаффи, байқыз. Өзіңді әкеңмін деп айтып көр. Мүлде шатасып қалсын. Апа. Әке деп айта аласың ба? Апа. Әке. Апа. Әке. Апа. Әке. Апа. Әке. Жоқ, жылама, балапан. Мен сенің анаң болам. Апа. Ұйықтағаны қандай сүйкімді. Қараш. Қайта оянса, жылай бастаса, түн ішінде тамақ немесе су сұраса қайтеміз. Балапан қыран не жеуші еді? Келе ғой, жей ғой, ням-ням-ням. Дәмді екен. Жей ғой. Міне, мынаны. Ештеңені ұнатпай тұр. Қарным аш. Әне, ұйықтай ғой. Әне. Бар, ұйықта. Қане, ұйықта. Иә, балапан. Жата ғой, балапана. Су ішем. Су ішкім келеді. Су керек. Әнеки, су! Түс көріп жатыр. Кішкентай балапан. Тағы басталды. Ойна! Қазір емес, Кафи. Қазір ойнайықшы. Тағы. Ұйықтады ау. Ұйықтады. Тұрайық. Брум. Апа бір көлік келе жатыр. Керемет. Ол өзін көлікпін деп ойлап жүр. Жолға шықпас, Кафи, ол қауіпті. Қыранның балапаны ма?
Алам оны. Менің қарным ашты. Жоқ, Скаффи, оны жеме. Ол шұжық жейді екен. Шұжық жейме екен? Иә, кетчуппен бірге жеп алды. Плодди, ол шұжық жейді екен. Иә, жеді. Жедің Керемет. бе? Жедің бе? Ақылдысың ғой. Ақылды балапан. Шұжық жеймін. Шұжық па? Кішкентай қыран үшін бұл жақсы тамақ. Мен шұжық жегенді ұнатамын. Апа, шұжық берші. Иә, шұжық жеймін. Бір хот-дог беріңізші. Кетчуп қоссын. Төрт хот-дог беріңіз, біреу өзіме. Кетчуппен. Тағы да мен ғой. Маған 4 хот-дог, 2 сэндвич, 1 чили-дог, 6 нан және 2 салат беріңізші. Рахмет. Кетчуп. Тойдың ба? Иә. Қарның аш емес пе? Апа, сен үнемі жанымда боласың ба? Иә, балапан. Әрқашан жаныңда болам. Қайырлы түн, анашым. Сені жақсы Мен- көрем. Қандай қызық. Скаффи болмағанда өмірім мүлде басқа болатын еді. Менің кішкентай сиқыршым. Бір жерің ауырып тұр ма? Жоқ, әншейін. Көліктің суы ғой. Ағып қалды. Жарайды онда. Қайырлы түн, Скаффи. Әлде, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Сәлем, Плодди. Ояумысың? Тұр. Сәлем, Плодди. Бүгін күн тамаш емес пе? Қане, тұра ғой. Сені көрмегелі көп болды, Плодди. Бәрі дұрыс па? Орнында ма деп тексеріспен келіп қалдық. Скаффи тез оян бұл. Әй, түнде ұйықтамадың ба? Бәрі бір жақындап қалдым. Тұр да қарсы ал бізді. Не? Тез оян. Дотти, Скаффи. Не болды, апа? Дотти, дабыл. Сен де тұр. Тұрыңдар. Тұрыңдар тез. Жарайды. Ана жерге өзі ұшып бара ма? Я, өзім. Ұшам. Ол әсте мүмкін емес. Мүмкін етуіміз керек. Бізге констебель келе жатыр. Скаффи ұясында отыру керек. Скаффи, мені тыңда. Ұшу қиын шаруа емес. Ауа қанаттың астына қысымның күшімен жиналады. Солай ғой. Содан соң қанатынды қозғайсың. Жарай ма? Жарайды. Түсіндің бе? Не болды? Шайын десем, Не? қарным ашты. Тамақты сосын ішесің, Скаффи. Ал енді ұш. Ал, жақсы. Қанатынды қақ. Тез, жоғары. Ұяға жет. Қане. Жүгір. Ой, Көмектесіп жібер, Дотти. жарайды. Ұнадым. Ой, Шағой, Скаффи. Ұш. Шағой. ой, Плодди күзетші. ой. Қайдасың? Бері кел. Болды, енді бәрімізді қуып жібереді. Мені қуып шықпас. Дотти, сен мені кейде түсінбейсің. Олар сені емес, қыранды көргісі келеді. Мен қыран емеспін ғой сонда. Ричард ағай, егер біз мысалы қыран жоғалып қалса, бізді жұмыстан қуа ма? Айтыңызшы. Плодди, бірдеңе болды ма?
бәріңді жұмыстан қуам. Сені, Плодди, Ричард ағайыңмен қоса жұмыстан шығарып жіберем. Тіпті өзімді жұмыстан қуылуы мүмкін. Ханшаға берген уәдемізді орындай алмадық, сондықтан бәріміз жұмыстан кететін боламыз. Уәдені орындамаған жаман ғой. Констебль, сізге айтар сөзім бар. Айтсам бола ма? Мынаны қара, бүркіт балапан шығарыпты. Керемет. Жоқ, Дотти. Міне қызық. Өте қызық екен. Бір түрлі. Сүйкімсіз балапан екен. Балапандар сүйкімді болушы еді, анасы қайда кеткен? Ұшып кеткен сияқты. Тамақ іздеп жүрген шығар. Кім білсін? Солай, балапан не жейді? Шұжық. Шұжық па? Кетчуп! Кешіріңіз. Мұнда бір мәселе туындап, мотор ғой. Кешіріңіз. Полицей, Плодди, саған алғысым шексіз. Сені мақтан тұтамын. Біздің саябақта балапан бар енді. Мұны тез арада ханшаға хабарлайық. Сіз де кетпейсіз бе, Ричард ағай? Не десем екен? Плодди, сен маған не айтқың келді? Мен неге тоқтаттың? Жоқ, констебль, күтіп қалды дегенім ғой сізді. Анау балапанға қатысты бірдеңе ме, Плодди? Иә, сүйкімді балапан екен. Солай ғой. Жоқ, тоқтат. Қане, Плодди, не болып жатыр? Уайымдайтын ештеңе жоқ. Көңіліме бір күдік болып тұрғаны. Алаң болма. Көңіліңдегі күдік мүлде негізсіз. Жүр, Ричард, қайтайық. Жан-жағыңа қарап жүр. Апа, мені неге шығармай қойдың? Кешір, балапан. Жараңды таңып берем. Алақай, таңып берем дейді. Дотти, бұл өтірігімізбен алысқа бармаспыз. Неге олай дейсің? Жұрттың назары менде, атың шығып, үйреніп кетермін. Жоқ. Маған Ричард ағамның көмегі қажет. Не дейсің? Қыранды ұрлап кетті ме? Бұл үшін бәріміз жұмыстан қуыламыз. Жоқ. Егер Скаффи ұшуды үйреніп, келесі жолы констебль келген кезде ұясында отырса, ешкім ештеңе білмейді. Брум. Бірақ бұл өтірік қой. Жоқ, қазір-ақ құс болып ұшып кетеді. Маған қарашы, апа. Апа дей ме? Иә, енді бұлай жасап көрші. Жоғары. Қанатыңды кеңге жай. Плодди, мен балапанның тәрбиесіне араласқым келмейді. Меніңше анасын ұрлаған адамды тапқаным үшін. Оның анасы менмін. Әрине, мен анасын ұрлаған адамдарды айтам. Плодди, ол қыз қой, сен болсаң көліксің. Балапанға шуды көлік емес, анасы үйрету керек. Түсінемісің? Анасы. Бірақ мен оған үйретем деп сөз бердім. Плодди, Брум. келесі жолы констебль келгенде балапан ұяда болмаса, Тез. біз жұмыссыз қаламыз. Тез. Қуыламыз деймін. Тездет. Анасы іздеп табайық. Бірге. Ұш. Қалай Енді түсінбейсің? айнал. Тағы айнал. Тезірек. Ұш енді. Ұш. Ұштың. Плодди, неге түсінбейсің? Жарайсың. Ұштың. Қуыламыз. Міне, сен де істей аласың көліктің бөлшегі. Апа, мені мазақтап тұр. Тамақты олай көп жегені дұрыс емес. Иә, пайдалы тамаққа көшуі керек. Шұжық пайдалы тамақ қой. Иә, анашым. Чиз-дог берші. Берші, өтінем. Қарным ашты. Чиз-дог. Жақсы. Білмеймін, сұраған осы. Білмеймін, берген осы. Шұжық жегіш балапан. Шұжық жегіш балапан. Скафи, сен бірінші болып келдің. Шұжығыңды қоя тұр.
шұжығыңды қоя тұр. Гамбургерді жеуді қой. Гамбургерді жеуді қой. Жоқ, Скафи, жоқ. Апа, көрдің бе? Мен ұштым! Скафи, жоқ. Тоқта. Ой, Скафи, бәрі дұрыс па? я, сен жаңа көрдің бе? Мен ұштым. Скафи, Я, мен саған бұны айтпаған бірақ. не болды? Мен саған ұшуды үйрете алмаймын. Үйрет аласың ғой? Жоқ, Неге олай дейсің? өйткені мен сенің анаң емеспін. Сен менің анам емессің бе? Олай қалжыңдама. Менің апам сенсің Жоқ, ғой? Скафи, мен көлікпін ғой. Я, мен де көлікпін. Жоқ, сен теңіз қыранысың. Теңіз неменесі? Қыраны, теңіз қыранысың. Сен құссың. Қара, сенің тұмсығың бар. Менде жоқ. Дөңгелегің бар. Жарайды. Менде есік бар, сенікі қанаты, көрдің бе? Көліктер шаумайды. Я, бірақ маған ұшуды үйреткен өзіңсің ғой. Бірақ дұрыс емес. Саған ұшуды үйреткім келеді. Қалай үйретерімді білмеймін. Сонда мен ешқашан ұшуды үйрене алмаймын бірақ ба? алдымен сенің анаңды табуымыз керек. Саған ұшуды сол үйретеді. Анамды тапқан нес? Менің анам сенсің ғой? Оның да дұрыс, Скафи. Менің анам сенсің. Солай ғой. Бірақ жоқ, мен сенің анаң емеспін. Ақымақ апа. Жоқ, менен қашпа. Тоқта. Скафи, тоқта. Анам маған сенің анаң емеспін десе, енді қайтем? Скафи, бері кел. Жоқ, Скафи. Саған шалатынымды көрсетем әлі. Оны маған сен үйреттің. Жоқ, сен шалмайсың. 1, 2, Тоқта! 3. Тоқта! Скафи, қанатыңды қақ. Жоқ, Скафи! Апа! Скафи! Балапан қыран? Балапан! Аман қалдың ау әйтеуір. Келе жатырмын. Мыналар не істеп жатыр? Скафиді ұламақшы. Біздің аң құстарды ұрлап жүрген осылар екен ғой. Енді бәрі түсінікті. Олар қайда кетті? Жоқ, мұнда да көліктің ізі жоқ. Ойлан, Плоди. Қаңғылтыр басыңды жұмыс істет, қане. Ойлан, олар Скафиді ұрлап әкетті. Бағанағы көліктің ішіне салып әкетті. Бірақ мұнда көліктің ізі жоқ. Демек, көлік әлі саябақтан кетпеген. Саябақтан шығудың жалғыз жолы осы. Яғни олар саябақтың ішінде жүр деген сөз. Қайда болуы мүмкін? Қайда?
көліктің ізі бар. Қызық. Таныс дауыс. Тығылып жүрген адамның тығылатын себебі бар. Шық бері, ұсталдың. Заңның атынан сөйлеп тұрмын. Плоди, мұнда не істеп жүрсің? Мен бе? Сіз мұнда не істеп жүрсіз? Құстарды қарап тұрмыз. Жай? Иә, құстарға қарап тұрмыз. Сен не істеп жүрсің? Мұна кісіні ұстауыңыз керек, констебль. Ол қыранның балапанын ұрлады. Не? Бұл айыптаудың негізі бар ма? Дәлел бар ма? Иә, дәлел керек, Плоди. Айғақ пен дәлелге қара сенем мен. Олар Скафиді анау үйшіктің ішіне тығып отыр. Үйшік деме? Бағанағы үйшік қайда кеткен? Дас үйшік. Үйшік кетіп қалған. Ол жоқ. Кетіп қалды. Бұл өрескел заң бұзушылық. Қазір бұл жерге арнайы жасақты шақыртамын. Сен ешқандай дәлелсіз біреуге айып тағылмайтынын білмейсің бе? Менде дәлел бар. Көлік қыран тауының жанында тоқтаған. Қараңыз, көліктің ізі бар. Адамның аяғының ізі бар. Оны мен түсіндіре алам. Біз қыранды көргіміз келді, иә. Бірақ қыранды көре алмадық. Ол жоқ. Жоқ екен. Болған жоқ. Бұған сен алар емеспін. Сонда үлкен қыранда жоғалған ба, Ричард? Сен де осындасың ба? Плодди, мұнда не істеп жүрсің? Сен де осындасың ба? Не істеп жүрсің? Мен бе? Жай, құстарды қарап жүрміз дегендей. Жоқ. Рас, жоқ екен. Плоди, сен құстардың жоғалғанын бірден хабарламай бұл маңызды жайтты полициядан жасырғаның үшін, бәрімізді алдағаның үшін, жұмыс уақытында ұйықтағаның үшін айыптысың. Иә, бірақ мен оларды өзім... Сендер күштісіңдер ғой. Ақмақ көлікті тыңдап қайтесіңдер. Иә, сенікі дұрыс. Бірақ, констебль. Нағыз полиция қызметкері осындай болу керек. Плоди, сені жұмыстан қудым. Аға? Бірақ алдымен саябақты жауып кет. Қыран болмаса саябақ та жоқ. Жүре ғой айналайын. Ақмақ қаңылтыр басмай. Жоқ, Плоди, сен ақмақ емессің. Бұған екеуміз де жауаптымыз. Мен бастықпен сөйлесейін. Сенсіз жұмыс жүрмейтінін біледі ғой ол. Мен сені тасуға керек болғаным үшін ғана айтып отырсың ғой соны, иә? Жоқ, сен нағыз доссың. Мұны ешқашан ұмытпа. Сенен басқа менің кімім бар? Досым да жоқ, көлігім де жоқ. Сен нағыз батырсың. Иә, бірақ маған көмек керек. Анау сүйкімді әйелдердің ұрлағанын... Биттенді ұры деп тұрсың ба? Ричард, оның анасы Скафиді ұрлағанын өз көзіммен көрдім. Бірақ биттен ешқашан. Ол... Екеуі де қауіпті қылмыскер. Ал сен болсаң. Ескі қаңылтырсың. Биттен сенің жаңа досың болған үшін солай деп тұрсың. Сен мені қызғанып тұрсың. Соқыр болып қалдың ба? Миы жоқ. Темірсің сен. Скафиді ұрлаған. Биттен мен оның анасы екенін дәлелдеймін. Жоқ. Биттен шыбынды өлтіруге қимайды. Қыранды ұрлаған басқа адамдар. Нағыз ұры бостандықта жүр. Мен оларды ұстайып, саған уәде берем. Түсіндің бе? Күмәнді. Тоқта! Үйшікті осында тыққан екен ғой. Ричард ағай, естіп тұрсың ба? Плоди хабарласып тұр. Ричард ағай,
естіп тұрсың ба? Ричард тағы естіп тұр, айта бер. Қылмыскерлердің үйшігі саябақтағы қалың тоғайдың ішінен табылды. Ішін қарап шығу керек, көмегің керек. Естідім. Биттен сонда ма? Алло, Плоди. Енді қайттым, құдай-ай. Апама барам. Апа! Альбей? Қане, қайтала. Қайталайық. Ішке кір. Қайталайық. Ішке Ішке кірем. қарай кірде, қайталап айтам. Ой, жоқ, Скафиді тап. Скафиді табам. Иә. Биттеннің анасын тістеп ал. Үйдің астан кестегі шығарып кет. Қайталаймын. Ішке кіріп, Скафиді тістеп ап, содан соң анасын... Жоқ, сен қайталама. Скафиді тістеме. Жоқ, бұл сенің қолынан келмес. Түсіндім. Ричард ағай, қайдасың? Сен маған керексің. Қылмыскер әне жүр. Плоди, бұл мен, Ричардпын. Келдің бе? Иә, маған керексің дегенен. Гүлді неменеге келдің? Сен биттіге келдің бе оны? Түсіндім бәрін. Сен оған гүлді бересің, ол сен ішке кіргізет, содан соң Скафи мен анасын тауып аласың. Жоспарың жақсы. Керемет. Жарайсың. Иә, жақсы жоспар. Бірақ, Плоди, оны сен істеуің керек. Жоқ, қойшы. Ол гүлді сенен күтіп отыр. Бұл кім? Кім бар? Ол кім? Ешкім жоқ. Гүлме? Иә, Маған ба? иә, Рахмет. кешір. Сәлем. Сәлем. Сен, мен, екеуміз саған бірдеңе айтайын. Не? Не дейсің? Саған бірдеңе. Иә, айтпақшы... Не болып жатыр мұнда? Иә, бұл полиция жігіт екен ғой. Кешіріңіз, біз Германияға үйге қайтқалы жатырмыз. Сондықтан саған ауфидерзейн. Жоқ. Мен сенің анаңмын, сондықтан шешімді мен қабылдаймын. Тыңда мені. Ендігәрі ұрлық жасағым келмейді. Бейтен қазір жасөспірім ғой. Қиналып жүр. Олай сөйлеме, қызым. Үйшіктеріңізді тексеруге рұқсат етіңіздер. Найн, олай қалжыңдамаңыз. Бейтен! Ричард! Заңның күшімен бұйырам. Ашыңыздар. Көмектесіңдер. Полиция! Көмектесіңдер. Анау жерден кіріп көрші, Дотти. Тышқан! Ұстадың ба? Мен тышқан емеспін. Тоқта! Кәнекей! Сол керек саған. Тоқта! Қашып бара жатыр. Тездет, Плоди, тездет! Тездет деп айтқан оңай. Ай! Иттер мені. Дотти, кір. Кеттік! Плоди! Соңынан ер! Иә, сенікі дұрыс болған екен. Кешір, бұлар ұры екен. Тыңда, Ричард.
Ау, ау. Констебль, ұрылардың соңынан қуып келеміз, көмек керек. Түсінікті? Қандай қылмыскерлерді ұстағалы жатырсыңдар? Көлік үйшікті қуып келеміз. Битеннің анасын. Ол сол бикештерге қарсы өтірік жала жабуды қойыңдар, естігім келмей. Констебль, бірақ. Плодды жұмыстан қуылған. Констебль. Әңгіме бітті, Бірақ. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, бітті. Оған алаң болма, өзіміз ақ қуып жетеміз. Түх, ашуымды келтіріп. Бірақ үйшікті біреу ұрлап кетуі мүмкін ғой. Мысалы, қауіпті қылмыскерлер. Оларды ұстау керек. Мен ұстауым керек. Әрине. Байқа, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. секір. Бұл не? Апа, біз тоқтауымыз керек. Полицияға ұстап бермексің. Бағанағы полиция жігітке. Бағанағы ақымақ жігітке ме? Маған ол ақымақ жігіт ұнап қалды. Сенен түк пайда жоқ. Тышқан. Дотти! Абай бол! Скафи! Сен қайдасың? Сәлем, мұнда кім бар тағы? Сәлем, бұл мен Оттомын. Сен мені білесің бе? Екеуміз кездескен едік қой. Керемет! Тұра тұр. Скафи! Қайда? Дайындал! Қайда? Қайда келе жатыр? Бұлай қояйық. Мына жақты көрейік. Тоқта! Заңның атынан бұйырамын! Абайла! Сен сүйіктім. Қашанда батыл әрі шыншыл бол. Керек болса өміріңді қиын. Сонда әділ өмір сүресің, батыр болып кетесің. Плоди! Скафи! Жолдарың болсын! Эй, құшақтама мені! Әй, жүр. Тез жүгір, қашайық. Тезірек биттен. Тоқтаңдар қане! Мені ұстаңдар. Сен ұста. Мен бе? Мен сені қалай ұстай алам? Қол кісенің бар ма? Менің еш кінәм жоқ. Мына қыз, осы қыз кінәлі. Осы қыз, ұстаңдар оны. Тоқта! Мені ешкім ұстай алмайды. Тоқта деймін! Кет әрі, ақымақ неме.
тәрі. Ай, маған тиме. Ай. О. Ол мені Альби дейді. Өйткені ол сенің анаң ғой. Бірақ менің атым Скаффи ғой. Дотти екеуміз сені Скаффи деп атадық. Ал анаң саған Альби деп ат қойған болуы керек. Ол неге қимылдамайды? Білмеймін. Байқұс-ай. Альби. Тірі екен. Сен кімсің? Плоддимін. Полиция көлігімін. Мен Скаффидің досымын. Оның есімі Альби. Иә, білем. Кішкентай балапаным. Анаңа бара ғой. Бірақ... Бәрі жақсы болады. Алдымен бір-біріңе үйренесіңдер. Жоқ. Сен тұрғанда мен неге оның жанында болуым керек? Мен әлемдегі ең бақытты көлікпін. Себебі біраз уақыт сенің анаң болдым. Себебі сенің анаңды ұрлап кеткен болатын. Ана балапанның жанында болу керек. Енді анаң жаныңда. Қара Скаффи. Оның да сенің сияқты тұмсығы, тырнағы, ұшатын қанаты бар. Сен шаласың ба? Иә, мен теңіз қыранымын ғой, сен де қырансың. Сен менің балапаныңсың. Маған шуды үйретесің бе? Иә, балам. Әрине үйретем. Анашым. Дайынсың ба? Солай сияқты, анашым. 1, 2... Тоқта, тұра тұр. Енді дайынмын. 3... Ұшып барам. Мен ұшалам. Қараш, өмір деген оз емес пе, Плодди? Иә, ұрлардан құтылдық. Бастық та ұрыспайды. Ұрыс керісте жоқ. Сенің сүйгенің бар ма? Оны қайтесің. Сәлем! Апа? Плодди! Скаффиді қара. Маған қара. Мен ұшалам. Скаффи! Сәлем! Ұшып жүр қара. Қуырылған шұжық жегің келе ме? Жоқ. Апам маған балық ұстауды үйретем деп уәде берді. Сағынып жүрген шығарсың досыңда. Сағынғанда қандай. Қатты сағындым. Біреуге қамқор болуды да сағындым. Тіршілік иесінің өмірге келуі әлемдегі ең ғажайып құбылыс екен ғой. Иә. Альби! Қара! Сенің кезегің!
Апа, көмектесші, ауыр екен. Білесің бе, Ричард аға, бұл әлемде дүниеге келу сияқты тағы бір ғажайып нәрсе бар. Оған теңгелер бірдеңе бар ма сонда? Иә, өзің сүйген жандардың жанында болу. Плодди, екеуміз мәңгі бірге болайықшы. Сен екеуміз. Фильмнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2017 жыл.